Бүгін өте дәмді болып шығатын чебуреки дайындаймыз. Чебурекиміз өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ең алдымен ыстық суға, қайнап тұрған суға дозымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды өлшегіштен өлшеп алып, дайындап қоямыз. Ыстық суымызды ұнымызға қосып, қасықпен араластырамыз. Міндетті түрде қасықпен араластырыңыздар. Қайнап тұрған су болғандықтан қолыңыз күйіп қалуы мүмкін. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамырып илеп аламыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Жұмсақ қамырымызды илеп алып, 15 минутқа бұқтырып қоямыз. Салмамызды дайындаймыз. Фаршымызға пиязымызды қосамыз. Пиязымызды міндетті түрде блендермен немесе теркадан майда қылып өткізіп аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, шамалы су қосып, барлығын бір құрамды болғанша жақсылап араластырып аламыз. Он 15 минут тұрған қамырымызды бөліктерге бөліп шығып, доңғалатып шығамыз. Видеодағындай көрсетілгендей қылып жасап шығыңыздар. Кішкентай дөңгелектерімізді жұқалап жайып алып, ортасына салмасын салып, чебурекимізді жасап шығамыз. Салмасын салып, чебурекимізді жасап, жан-жағын вилкамен басамыз. Жақсылап басып аламыз. Қызып тұрған сұйық майымызға екі жағын қызартып, жақсылап қызартып пісіріп аламыз. Чебурекиміз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ыдысымыздың астына салфетка төсеп, соның үстіне салып, майын сорғытамыз. Рахмет сіздерге.